кеш жарық бір таң қалатыным осы исламистерге. Қанша буддисттер бар, қанша кришнаиттер бар, Алматының өзінде қанша шіркеулер бар, қанша христиандар бар, қанша католиктер бар, қанша масондар бар, қанша йогалар бар, қанша баптисттер бар. Ана кришнаиттер қанша километр жерді алып, сыйлары самсып жүрді, неше түрлі үстеріне киіп алып, тек шөп шалаң жеп көк базарда. И байғұс қазақтар өзінің отанында, өзінің ана тілінде мен тәңіршімін, мен әруағымды сыйлаймын, оған сыйынамын, әруағыма бас ұрамын, соны еске аламын, жет желпегімді созам деп Райымбек атаның басына барады. Алматының өзін айтам, басқа Бекет атаның басына барады. Шымкентте Қошқар атаның басына барып дәует ет. Неше түрлі әулие әмбелерге барып бастарына нетеді. И келеді, енді тәңіршілер олар қазақ емес, бірдеме шірдеме. Неғып индустарға бармайсыңдар, неғып еврейлерге бармайсыңдар, сендер йогава, кришна, бір бәлен, неғып солар тиіспейсіңдер. Қазақстан Республикасында Конституция бойынша 19 бабында зайырлы мемлекет деп жазылған. Не шатақтарың бар осы бізде? Елімізде тұрып жатсыңдар, өз тілдерінде сөйлеп жатсыңдар, діндерінде сеніп жатсыңдар, үйлерінде емін-еркін өмір сүріп, далада емін-еркін ешқай қазақ нұқып шықып, жағаларында жыртып, киімдерінде жыртып, ешкім үйлеріне баса көктеп, ешкім ештеме істеп жатқан жоқ. Осы қазақтай гуманный, қазақтай мейірімді, қазақтай мейірімді жан ашыған деген өмірде ол жоқ. Алланың құлы болма, үндемей сол құлы болып отыра бер. Не шатағың бар сенің қазақта?